Қайырлы күн көрермен, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қарапайым ғана ингредиенттерден тұратын қолжетімді, өте дәмді, түрі де, иісі де керемет дәмді, мұрныңызды жаратын, тәбетіңізді ашатын осындай қарапайым ғана тоқаштардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Құрақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз, үстіне тұз, қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Ендағы массамызға сүзбені қосып, бір араластырып аламыз. Қосатын ірімшікті міндетті түрде үткіш арқылы өткізіп қосасыздар. Осындай үткіштің ірі көзінен барлығын өткізіп алып қостым. Дайындап алған массамызды жақсылап бір араластырып аламыз. Енді осының үстіне біздер ұн қосатын боламыз. Міндетті түрде ұнды алдын ала електен өткізіп алып қосыңыздар. Және ұнды шамадан артық қоспауға кеңес беремін. Дәл мені ұсынған осы рецептпен жасайтын болсаңыз, сіздерде бір жасағаннан сөзсіз шығатын болады. Қосқан барлық ингредиенттердің құрамы мен мөлшері төменде описание бөлімінде болады. Міндетті түрде төменге қарай өтіп, танысып алыңыздар. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабысыңқырайтын тесто дайын болды. Жұмыс үстеліне ұнды себеле отыра, осы тестомызбен жұмыс жасайтын боламыз. Дәл видеодағыда 2 алақаныңыздың көмегімен тестомызды сопақша қылып жайып алып, шақтың көмегімен ұсақ-ұсақ бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша ары қарай жасасаңыздар болады. Мен осылай 2 алақаныммен ұзынша қылып созып алып, 2 ұшын ғана біріктіріп шықтым. Егерде сіздерге осындай қарапайым ғана қолжетімді ингредиенттерден жасалған рецепттер ұнайтын болса, менің арнамнан алыстамаңыздар. Егерде жаңа көрермен болсаңыз, тіркелуді, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді осы дайындап алған тоқаштарымыздың үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пешке салатын боламыз. Алдын ала бетіне күнжуттан сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта барлығын пісіріп аламыз. Мінекей бізде дайын болды. Ортасы созылған, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде мен ұсынған осы рецептпен жасайтын болсаңыз, сіздерде де сөзсіз бір жасағаннан шығатын болады. Егерде рецепт ұнаса, жылы пікіріңізді, лүпіліңізді аямай баса кетіңіз. Арнамның алға қарай дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса кетіңіз. Сіздерге ас болсын.